Всем привет, достар, біз қызымыз екеуміз әп-әдемі болып киініп алып қалаға жолға шықтық. Себебі менің жұмыс орныма барып өтініш жазуымыз керек болған. Осылай остановкамызға отырдық, содан кейін автобусымыз келіп, автобусымызға мініп кеттік. Содан кейін діттеген остановкамыздан түсіп, әрі қарай жаяу жүретін болдық. Себебі менің жұмыс орным тектұрмас жақта болатын. Содан кейін осылай келдім жұмыс орныма, кадр бөліміне кіріп, өтінішімді жазып, барлығымен амандасып, қоштасып, осылай үйге қайтайын деп шештім. Содан кейін даласында осындай әп-әдемі гүлдер өсіп тұр екен. Остановкамда тұрып, әрі қарай УЗИге баруым керек болған соң, әрі қарай автобусыма мініп алдым. Достар, маған тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Содан кейін осылай УЗИге баратқан жолдарымды түсіріп алдым. Мен достар, адасу процесімен де басталып кетті. Біраз адасып елдерден сұрап Ақниет УЗИін тауып алдым. Сосын осылай келдім Ақниетке, сөйтсем адамдар көп екен, очередь. Іші осындай тап-таза, әжетханасы осындай айналары бар екен, осындай салқын сусындар сатылады екен, және қарапайым суда бар екен. Іші деген өте керемет, кондеры бар. Осылай кезегім келіп УЗИге түсіп алдым. Одан кейін үйге қайтайын деп шешіп, осылай далада жүріп баратқан кезімді де видеоға түсіріп алып, остановкаға қайта келіп, осылай маршрут күтіп отырдым. 29-шы маршрут келіп, автопарктен мені тастап кетті. Содан кейін үйге қарай қайттым. Всем пока, рахмет.